Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Биыл ұлы ақын, ғаламдық тұлға Абай Құнанбайұлының туғанына 180 жыл. Кітапханамыздағы поэзия минуты онлайн жобамыздың кезекті жарияланымын ақын шығармашылығының бір парасына арнасақ дейміз. Абайдың даналыққа толы сөздері әрқашанда заманауи. Қай кезеңге де жауап бере алады. Әрбір өлеңі өсиетке толы, қара сөздері қасиетті. Олай болса, кітапханамыздың кітап қорындағы Абай Құнанбайұлының 3 тілде жарық көрген, яғни қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі өлеңдері мен қара сөздерінің үзінділері келтірілген хикмет кітабына тоқталмақпыз. Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Рақымдылық, мейірбандылық, әртүрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай, оларға да болса игі еді демек, бұлар жүрек ісі. Асықтықта жүректің ісі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Есть ли у человека что-либо драгоценнее его сердца? Милосердие, доброта, умение принять чужого за родного брата, желая ему благ, которые бы пожелал себе, все это веление сердца. И любовь, желание сердца. Язык, повинуясь сердцу, не солжет, только лицемеры о сердце забывают. Has man anything more precious than his heart? Mercy, kindness, the capacity to treat a stranger as a dear brother and wish him all the blessings one would wish oneself. All these are the commands of the heart. And love likewise comes from the heart. The tongue that obeys the heart will tell no lie. Only hypocrites forget about the heart. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте, болмаса жұмасына бір, ең болмаса айына бір, өзіңнен өзің есеп ал. Сол есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды, күніңді өзің өкінбесте қылықпен өткізіппісің. Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың. Желаешь быть в числе умных людей, спрашивай себя раз в день, раз в неделю или хотя бы раз в месяц, как ты живешь. Сделал ли ты что-нибудь полезное для своего образования, для земной или потусторонней жизни? Не придется ли тебе потом испить горечь сожаления? Или же ты и сам не заметил, не помнишь, как и чем жил? If you wish to be counted among the intelligent, then ask yourself once a day, once a week, or at least once a month, how do I live? Have done anything to improve my learning, my worldly life, or my life hereafter? Will I have to swallow the bitter dregs of regret later on? Or perhaps you don't know or remember how you have lived and why? Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырың. Сын своего отца для других враг. Сын человеческий твой брат. A father's son is an enemy to other people, but a son of mankind is your dear brother. Ғылым білімді әуел бастан бала өзі іздеп таппайды.
басында ғылымды зорлықпен яки алдаумен үйір қылу керек, үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Ребенок по доброй воле не тянется с ранних лет к учебе. Приходится его принуждать или привлекать до тех пор, пока у него не возникает жажда знаний. A child doesn't aspire to learning of his own free will. He has to be persuaded through coercion or inducement until he acquires a thirst for knowledge. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше мен бір белгілі парқын көрдім. Әуелі пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсені іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Между умными и глупыми людьми я отметил две существенные разницы. Родившись на свет, человек не может жить, не увлекаясь интересными вещами. Дни увлечений и поисков остаются в памяти самыми светлыми днями его жизни. There is an essential difference, in my view, between intelligent and stupid people. Coming into this world, man cannot live without being attracted and excited by the fascinating things around him. Those days of questioning and passionate interests remain in a person's memory as the brightest period of life. Сіздердің назарларыңызға Абайдың 14-ші, 15-ші, 19-ші және 37-ші қара сөздермен үзінділер ұсындық.